Ассалаумағалейкум, ардақты әлеумет. Біз міне үлкен сыннан өтіп жатырмыз. Өзінің теңдігін сұрап Маңғыстау халқы, ғасырлап әділет үшін күресіп келе жатқан Маңғыстау халқы тағы да бір күресті бастады. Сол күрестің жолында жеңіске жетті. Бірақ біздің осы заңды талабымызды пайдаланып, басқа жат, зымиян күштер мемлекетімізге кіріп, ойран салып, үлкен қалаларымызды ойрандап, әлемге масқара қылып жатыр. Олардың бәрінің мақсаты біздің тәуелсіздіктен айыру. Сонда егер тәуелсіздіктен айырылатын болсақ, онда біздің әрқайсымыздың Құдайдың алдына да, ертең ұрпақтың алдына да қарайтын бетіміз жоқ. Енді бізге тәуелсіздіктен айырылуға біздің ешқандай қақымыз жоқ. Сондықтан енді бейбіт өмірге кірісіп, мына құзғындар ұясы талқандалғаннан кейін, енді бізге бейбіт өмір сүріп, өзіміздің жұмыс орнымызға оралуымыз, шаңырағымызға оралуымыз ғана қалды. Егер біз алаңдардан кетпейтін болсақ, онда қазақтың тағы да қанына ортақ болатын болсақ, онда бізді қарғыс атсын.